Сникерс пирогының тестасын жасаймыз. Бізге бұл жерде қажетті заттар: ұн, қант, жұмсап тұрған сармай, жұмыртқа, какао, разрыхитель. Какаоның осы қатты әші емес, Рахат фирмасының какаосын қолданамыз. Сармай менде бұл жерде пампушка. Егерде жайлау қолдансаңыздар да болады. 60% пен 72%-ның арасында сармай қолдансаңыздар болады. Бірінші болып ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды, жаңағы комнатный температурада еріп тұрған жұмсақ сармайымызды салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде осылай сармай жұмсақ болып тұру керек. Араласу оңайлау болады. Егер сіздердің қанттарыңыз осындай менікі сияқты, сіздікі сияқты ірілеу болса, сахарный пудра салсаңыздар да болады. Неге десеңіздер, қант осындай араластырып жатқан кезде жөнді еремей қалады да, кейде тестаның үстінде аппақ-аппақ болып бөртіп тұрады. Сондықтан сахарный пудра салсаңыздар да болады. Осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Алдын ала ұнымызға разрыхительді и какаоны салып, бірінші өзін жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанға дейін. Лопаткамен немесе қасықпен, венчикпен араластырсаңыздар болады. Біркелкі болғанша осылай араластырып алып, содан кейін барып, жаңағы жұмыртқа массамызға салып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл жерде қазір тек қана сникерс пирогының қамырын дайындап жатырмыз. Қалған пирогтардың қамырына какао қоспаймыз. Сондықтан сіздерге сникерс пирогының қамырын бөлек көрсетіп жатырмын. Осылай ұнымызды салып отырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Басында осылай бірікпей тұрады. Осы ұнның барлығы жеткілікті. Описанияға рецепттің барлығын жазып қоямын сіздерге. Осылай жақсылап біріккенше қамыр илеп аламыз. Бізде бұл жерде жұмсақ песочный тесто болып шығу керек. Міне өзі осылай илеп отыра берсеңіздер, осылай әдемі қамыр шығады бізде. Барлығы бір-біріне бірігіп, өте әдемі болып, жұмсақ тесто шығу керек. Біздің осымен қамырымыз дайын. Пакетке жарты сағатқа салып қойып қойсақ болады, немесе начинкаңыз дайын болса, сразу жая берсеңіз болады. Сникерс пирогыны жасалу жолын көрсетіп өтемін. Бұл жерде начинкасын барлығын толықтай көрсетіп өтемін. Қазір сіздерге жаңа тек қана тестасы еді. Онда бастадық. Менде бұл жерде қолдың творогы, яғни базардың творогын сатып алғанмын. Майсыз болса болды. Егер дүкендерден алатын болсаңыздар, 5%-тен 9%-ке дейін творог қолданасыздар. Енді президенттің қаймақтарын қолданамыз. Бұл жерде 20-25%-тік аралығындағы болу керек. Бізде 150 грамм қаймақ саламыз. Жаңа 300 грамм творог. Енді бұл жерде творожный сыр саламыз. 100 граммдай. Пирогымыздың ең дәмді етіп тұратын осы творожный сырда бізде. Хофландтың осы творожный сырын қолданамын. Торттарға да, пирогтарға да өте күшті кетеді дәмі. Енді ванилин саламыз. Бұл пакетикте менде 3 граммдық ванилин. Салмасаңыздар да болады. Егер қант саламыз, 2-3 штук жұмыртқа саламыз. Енді бұл жерде кукурузный крахмал. Міндетті түрде кукурузный крахмал болу керек. Мұқият тыңдаңыздар. Картофельный крахмал жарамайды. Обязательно бізде кукурузный крахмал болсын. 2 ас қасық кукурузный крахмал. Енді блендердің көмегімен жақсылап барлығыны біркелкі болғанға дейін, араласқанға дейін жақсылап блендермен езіп аламыз осылай. Үлкен скоростьпен барлығы бірдей болып езіліп, әдемі болып осындай біркелкі болу керек. Творог ішінде іртік-іртік болып қалмасын. Осылай сұйық бізде масса болу керек. Енді жаңағы дайындап қойған тестамызды столға ұн сеу жеріп, тестаның үстіне де кішкене ұн сеу жеріп осылай жайып аламыз. Бізде песочный болғандықтан қамырымыз жайылу өте оңай, бірақ осындай сынып кететін болады, бірақ одан уайымдамаңыздар, оның ешқандай қиын жері жоқ. Осылай кішкене жайып алғаннан кейін формамызға орналастырамыз. Өзіміздің қолымызбен жайсақ та болады. Ішіне салып болғаннан кейін енді барлық жеріні бір тегістеп етіп, жабыстырып, бір-біріне біріктіріп, жақсылап әдемілеп бір тегіс етіп жайып аламыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмасын. Пісіп жатқан кезде тура солай бір жері ісіп, бір жері іспей қалуы мүмкін. Сондықтан барлық жерін бірдей етіп жаюға әрекет жасаймыз.
жаюып оңай, бізде жұмсақ болады теста. Уқтаусыз жаңағы өзіңіздің қолыңызбен жасаңыз да болады. Негізі формаға өздеріңіз қалауларыңызша жаңағы дайын болған начинкамызды ішіне құйып, бір тегіс етіп, барлық жеріне тегізіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Барлық жерін тегіз әдемілеп қойыңыздар, пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай бетіндегі начинкасы осылай формадан да қамырынан да биік болып көтеріліп пісіп шығады. Беті ешқай жері жарылған жоқ, көріп тұрсыздар. Өте әдемі болып пісіп шыққан. Қазір бізде бұл жерде әбден суығаннан кейін бетінде бірдей болып қалады. Бетінде құятын ганашты дайындаймыз. Бұл жерде маған бір плитка Қазақстан шоколад керек болады, немесе кондитер дүкендерінен сатылатын бельгийский шоколад қолдансаңыздар да болады. Қазақстан шоколадпен бірақ дәмі күшті, мощный кететін болады. Бір пачка Қазақстан шоколадымызды майдалап алып, үстіне 100 грамм арахис жер жаңғақтарын саламыз. Үстіне салқын сливки құямыз. Бұл жерде қазір 70 граммдай салқын сливки құйып жатырмын. Содан кейін барып, бір-екі араластырып, микроволновкада жарты минуттан, 1 минуттан осылай ерігенге дейін алып араластырамыз. 2-3 рет салып, ерітіп осылай шығарамыз. Қазір бізде бұл жерде ыстық болып тұр, бізде бұл жерде қою болып тұр. Үстінен тағы да салқын сливки құямыз. Сұйылу үшін, және де бізде сәл ыстығы несі басылу үшін 40 граммдай сливки құйып жатамыз тағы да. Құйып болғаннан кейін енді лопатканың көмегімен немесе қасықпен жақсылап біркелкі болғанға дейін, бір масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Бізде осылай әдемі ганаш дайын болады, қараңыздар. Уже бұл жерде температурасы да жақсы, барлығы басылды, жаңа ыстық еді. Үстіне мұздай сливки құйғаннан кейін осындай әдемі болып шығады бізде. Енді жаңағы әбден суыған пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Қараңыздар, уже жаңа көтеріліп тұрған начинкасы пирогтың қамырымен бірдей етіп төменге түсетін болады. Қараңыздар, вообще қамырынан да төменге түсіп кетпегенде өзімен бірдей болып пісіп шығады. Пісіп шығады деппін ғой, бірдей болып қалады. Жаңағы дайындаған ганашымызды қазір пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Формасынан қазір суып тұрған кезінде шығарсаңыздар да болады, немесе әбден холодильникке қоямыз ғой, қазір судан кейін шығарсаңыздар да болады. Міне енді ганашымызды құйып, шоколадный ганашымызды бетіне тегістеп, әдемі етіп, барлық жеріне бірдей болғанға дейін жақсылап тегістеп жағып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз күшті болып жатыр. Осылай барлық жеріне бірдей етіп, тегізіп жағып шығамыз. Тегіз етіп жағып болғанға дейін, қазір біз бұл жерде жағып болғаннан кейін формасынан шығарсаңыздар да болады, немесе шығармасаңыздар да болады дедім ғой. Холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз, беті әбден қатқанға дейін. 1-1,5 сағатта уже почти осындай тез қатады бетіндегі шоколадты. Қатқаннан кейін барып, уже формасынан шығарғанмын. Осындай әдемі күшті болып шығады біздің пирогымыз. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Қазіргі күнде микс пирогтар мода ғой, хит болып жатыр. Тәтті шай немесе жиындарға, тойларға заказ қабылдасаңыздар болады. Міне қазір ішін сіздерге көрсетем. Піскен кезіндегі осындай күшті болып шығады. Қараңыздар, дәмі деген енді күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер жасап көрсеңіздер, маған видео отчет жіберіп қойыңыздар, немесе сүйретін. Сіздерден қуанып көріп отыратын боламын и бөлісемін. Біздің осымен сникерс пирогымыз дайын болды. Барлықтарыңызға рахмет.